Біз саудада, қараңыз, білмеген халде адал емес тамақтар жеп қоямыз кейбір кезде. Қараңызшы. Бір зат аласыз 10 теңгеге. Базарға апарасыз, 100 теңгеден сатып тұрсыз. Біреу келеді да 60 теңгеге берші дейді да, сіз айтасыз: "Кешір, өзім 50 теңгеге алғам, маған 60-қа тура келмейді" деп. Қараңыз, сіз негізі 10 теңгеге алған едіңіз, 50 теңгеге алғанмын деп айтып тұрсыз ғой. Үстінде 40 теңге қосып тұрсыз ба? Мына үстіндегі өтірік қосып тұрған 40 теңге сіз үшін адал болмайды. Сіздің айтпауға ақыңыз бар. Кешір бауырым, айта алмаймын қанша тұратынын, қаншаға алғанымды. Тура келсе ал, тура келмесе алмай-ақ қой. Біз кейбір кезде әсерлендіріп жібереміз ғой. Анау адамды қызықтыру үшін өзім 50 теңгеге алған едім, просто керек болған екен осында аз қойып сатып жатырмын деп. Сіз мүмкін тегін алған болуыңыз да мүмкін. Қаншаға саттыңыз, қаншаға алдыңыз, оны ол адамның білуі шарт емес қой. Бірақ айтқым келген ағайындар, саудада айтасыз ба, қаншаға алғансыз, шыныңызды айтыңыз. Ал болмаса айтпаңыз, бірақ өтірік қосып, жаңағы үстіне мынанша теңге қосып адал емес ақша тауып қалып жүрмеңіз.